Сәлем көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Сіздермен бүгін ауызда еритін қатпарлы үгітілмелі самса дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқа мен екі жұмыртқаның сарысына тұз және қаймақ қосып араластырамыз. Шетке қойып, бөлек ыдыста 500 грамм ұнның үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, қолымызбен араластырамыз. Одан кейін оның үстіне жаңағы дайындалған сұйықтығымызды құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Жасап болғаннан кейін оны 20-30 минутқа тынықтырып қоямыз. 20-30 минуттан соң оқтауымызды алып, қамырымызды жаямыз. Жайған кезде ешқандай ұн қолданбайсыздар, тек оқтаудың көмегімен жайып шығуы қажет. Егер жабысып қалады деп қорықсаңыз, ұн себелеп жіберіңіз. Жіңішке қылып осылай жайып аламыз. Дайын болған қамырдың бетіне сары майды ерітіп жағып шығамыз. Жайып болғаннан кейін рулет секілді қамырымызды осы видеодағыдай орап шығамыз. Оралған қамырды дәл видеодағыдай тағы да сыртынан осылай қолымызбен орап, пакетке салып, оны морозильникте 90 минутқа қойып аламыз. Қамыр дайын болғанша начинканы дайындаймыз. Ол үшін 4 бұрыш етіп туралған пияздың үстіне осылай фарш салып, тұз бұрыш сеуіп, барлығын қолымызбен араластырамыз. Фарш болмаса, ет турап салсаңыздар болады. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бізге бірінші шпажкада жасалған самса жасап көреміз. Ол үшін бізге осылай жіңішке қылып бөліп аламыз. Одан кейін барлығын қолымызбен дөңгелек тәрізді етіп формаға келтіріп шығамыз. Енді қамырымызды жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен осылай жайып, қатты жұқа қылып жаймайсыздар. Ортасына фарш салып, шет-шетін осылай қолымыздың көмегімен айналдыра жауып шығамыз. Бұл самсалар өте кішкентай емес, өте үлкен емес, орташа болып жасалынады. Ағаш шпажкамызда әдемі болып көріну үшін самсаны неғұрлым тиянақты жасаған жөн. Енді осылай шпажкамызды алып, самсаның дәл ортасына кигіземіз. Барлығын осы видеодағыдай жасаңыздар. Болғаннан кейін осылай форманың үстіне пергаментный бумага төсеп, барлығын қатарынан қойып алып, үстіне осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Одан кейін өзіңіздің қалауыңызбен мак немесе күнжіт сеуіп шығыңыз. 180 градуста 40 минут, 50 минут әркімнің печкасына қарай пісіріп аламыз. Шпажкадағы самсаларымыз дайын болды. Олар өте жұмсақ, нәзік және де ортасын бөлген кезде үгітіліп тұр. Енді қалған қамырымызды жасайық. Ол үшін осылай бөлген кезде енді жаңағыдай жіңішке қылып емес, қалыңырақ бөліктерге бөлеміз.
Өйткені қазір біз самсаны үлкен етіп жасаймыз. Барлығын осылай дөңгелектеп формаға келтіріп аламыз. Оқтауымызбен дөңгелек қылып жаямыз одан әрі. Бұны да қатты жіңішке қылмаймыз. Жайып болғаннан кейін бір шетіне фарш салып, екінші шетін осылай қолымызбен басамыз. Одан кейін дәл видеодағыдай шетін ораймыз. Мұндай өрнек салу қиын емес. 2-3 қайтара жасағаннан кейін қолыңыз үйренеді. Барлық самсаларды осылай орап алғаннан кейін формамызға салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, оның да бетіне мак немесе күнжіт сеуіп шығамыз. 180 градуста бұл самсаларды 35-40-45 минутта пісіріп аламыз. Өздеріңіз қызарып піскенін қарап тұрыңыздар. Және де қалған самсаларды дәл осылай істеп шығамыз. Мінекей достар, біздің барлық самсаларымыз дайын, өте әдемі, түрлері де аппетитный болып тұр. Сіздер де үйде жақындарыңызды қуанту үшін жасап көріңіздер. Және де видеом пайдалы болса, бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Самса өте дәмді болып шығады. Қатпарлы, үгітіліп тұратын бұл самса барлығының көңілін табатынына сенімдімін.